Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Алтын Орданың 750 жыл толуына арналған қазақ халқының алтын бесігі атты ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бейнеролигіміздің мақсаты Алтын Орданың құрылуы, негізін салушы, гүлденуі мен ыдырауы жайлы жан-жақты ақпарат беру. Ел тарихын насихаттап, болашақ жас ұрпақтардың бойына патриоттық сезімді қалыптастыру біздің борышымыз деп білемін. Осы орайда Алтын Орда тарихына көз жүгіртейік. Алтын Орда Шыңғыс ханның үлкен ұлы, Жошының ұлысы аумағында құрылған мемлекет. Осыдан тура 750 жыл бұрын Талас өзені бойында Шағатай, Үгедей мен Жошы әулетінің ханзадан ояндары жиналып, ұлы құрылтай өткізген. Тарихта оны Талас құрылтайы деп атайды. Түрік деректерінде Бату ханның әскерлері қыпшақтар деп аталды. Себебі ұлан-ғайыр өлкеде орналасқан мемлекет халқының басым бөлігі түркі тілдес қыпшақтар болатын. 1269 жылы Талас құрылтайында дербестігі толық мойындалған Алтын Орда империясының 750 жылдық тарихи жастарға мұра. Жошының ұлдары Бату хан негізін қалап, Берке хан іргесін бекіткен Алтын Орда Мөңке Темірдің билігі тұсында 1269 жылы Талас өзенінің бойында шақырылған Шыңғыс ұрпақтарының құрылтайында бір-бірімен татулықты сақтай отырып, өз ұлыстарында тәуелсіз саясат жүргізуге, өзара мәміле жасасып, өз алдына дербес империя екенін толық мойындатуға қол жеткізді. Моңғол империясының ыдырауынан кейін құрылған мемлекеттердің ішінде Алтын Орда түріктердің саяси және этникалық тарихы үшін ерекше маңызға ие болды. Алтын Орда Евразиядағы орта ғасырлық мемлекет. 1224-1266 жылдары Моңғол империясының құрамына кірді. Хандықтың құрылу тарихы мен мұрасын жалғастырушы Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының иелігінде болды. Жошы хан бүкіл қазақ қастерлейтін Ұлытау ауданында жерленді. Алтын Орданың 750 жылдығы туризмді дамыту тұрғысынан да тойланады. Әсіресе экологиялық, этнотуризмге экономиканың маңызды бағыты ретінде көңіл бөлінуі қажет. Алтын Орданың 750 жылдығы туристердің назарын тарихымыз бен мәдениетімізге, жеріміздің табиғатына аудару тұрғысынан тойлану керектігін тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ерекше атап көрсетті. Территорияның басым көпшілігі қазіргі біздің жеріміз. Сондықтан қазақ елі Алтын Орданың заңды мұрагері санатында айрықша мақтанышпен атап айта аламыз. Осымен Алтын Орданың 750 жылдығына арналған қазақ халқының алтын бесігі атты ақпараттық бейнеролигімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.